Олар еркін адамдар, бірақ өз еркінен тыс өмір сүріп жүр. Қылмыстық кодекс оларға бостандық берді, ал жүйе қамқорлық. Түрмеден шыққан соң бәрі басқаша болады деп сенеді адам. Тек еркіндік ол, тек сыртқы алдамшы екен. Нағыз тұтқындық шартпен босап шыққан соң басталады. Бір күні белгісіз номерден қоңырау келеді. Дауыс таныс емес, бірақ айтары анық. Сен енді бізге қызмет етесің. Қарсы шықсаң, ескі істеріңді қайта ашамыз. Отбасың аман болсын десең, айтқанымызды істе. Олар заңнан тыс өмірді артта қалдырғысы келеді, бірақ біреу оларға қайтадан қару ұстатады. Қайтадан есірткі тастады, қайтадан біреуді үркітіп қорқытуға жібереді. Заңсыз бизнеске тартудың түрі көп. Контрабанда, жалған құжаттар, телефон алаяқтығы, букмекерлік көлеңкелі жүйелер, тіпті адамның жеке мәліметтерін сату. Бастапқыда аз ғана тапсырма, сосын ай сайын есеп бересің. Тіпті арнайы курстан өтесің. Кейбірін ауылдан қалаға көшіріп, баспанамен қамтамасыз етеді. Кейбірі камера алдында үнсіз, ол не істеп жүргенін өзі білмейді. Бұл көрінбейтін бақылау жүйесі. Қағаз жүзінде бостандықтағы адам, бірақ әр қадамы жоспарланған. Балам үшін түзелемін дейді ол, бірақ біреу оның әлсіз тұсын жақсы біледі. Сол әлсіздік жүйенің ең үлкен қаруы. Еркіндік қағазда ғана, ал шын өмірде олар кепілде жүрген еркіндер. Бұл ойдан шығарылған оқиға, бірақ кейбір адамдардың өмірімен үндес болуы мүмкін. Себебі кейбір шындықтар үнсіздікте тыншығады. Құпия Қазақстан YouTube каналы көлеңкеде қалған хикаялар арнасы. Жазылыңыз, себебі кейбір шындық тым жақын.